Ол бізге әке емес үлкен бәйтерек, әке емес үлкен тау асқарымыз деді. Қанатын жайып, алақанына аялады. Әрбір айтқан ақылы өсиеті біздің құлағымызда, жүрегімізде мәңгі сақталады. Әке, сенсіз бір тойымыз болған жоқ, сенсіз дастарханымыз жарқыраған жоқ. Сіз біздің үлкен мерейіміз едіңіз. Қазақтарының күні тек қана сіздің есігіңізді ашуында басталатын еді. Қазақтардың қазақтары, орыстары, басқа да ұлттардың өкілдері тек қана осы Хайдар ағамыздың қамқорлы жылы сөздерімен естерінде қалды деп ойлаймын. Марқұм әке жатқан жерің жарық болсын, иманың жолдас болсын. Құдайым тіршілікті көрген жастығымды, Құдайым о дүниеде жинақтың түрінен орын берсін.